Әңгіме басталмас бұрын, арнаға тіркеліп, жаңа хикаяларды бірінші болып тыңдаңыз. Білесің бе, адам өмірінде ең тәтті, ең ыстық сезім бар. Ол бала. Бала үшін түн ұйқыңды 4 бөлесің. Қызуымен өртенсең де, өзің ауырсам екен демейсің. Тек аман болса екен, жақсы болса екен дейсің. Өмір бойы жүрегің сол бір кішкентайға байлаулы. Мен де сол сезіммен өттім ғой. Ұлым дүниеге келген күннен бастап, ол менің көзімнің ағы мен қарасы болды. Бір қылт етсе, жүрегім дір ете қалатын. Құлап қалса, өзім ауырып кеткендей күйге түсетінмін. Кішкентай кезі әлі есімде. Анашым, ана деп жүгіріп келетін. Құшақтайтын, мені ғана тынбайтын. Сол күндер мәңгіге қалатындай көрінді. Бірақ уақыт деген өз деген жасайды екен. Ұлым ер жетті, оқуға түсті, жұмыс істеді, азамат болды. Мен соған қуандым. Баламның болашағы жарқын болсын дедім. Бірақ бір күні ол үйге бір қызды ертіп келді. Анашым, болашақ жарым деді. Қуанғандай болдым. Ішімде мақтаныш та болды. Ұлым үйленетін болды. Енді менің де немере сүйетін күнім жақын деп. Өз қолымнан келгенше сыйлап, төрге отырғыздым. Келінім жаман емес еді. Тәтті сөйлейді, сыпайы, мәдениетті. Бірақ неге екенін білмеймін, сол күннен бастап ұлым өзгеріп кеткендей болды. Бұрын мен бірдеңе айтсам, жақсы анашым деп тұратын. Енді, білмеймін, келінмен ақылдасып көрейік. Содан кейін тіпті, келін айтты, солай істеймін, дейтін болды. Сол кезде жүрегім бір сәт шым ете қалады. Жылағым келеді. Мен сөйлесем, тыңдамайды. Келінім айтса, бірден орындайды. Менің сөзінің салмағы азайғандай, менің орным басқа біреуге ауысқандай. Алғашында өзімді жұбаттым. Жарайды, жас жұбайлар ақылдассын. Мен бөле жара сөйлемей-ақ қояйын дедім. Ұрыс шығатында еш нәрсе айтпадым. Бірақ ана жүрегі шыдас бере ме? Балаң алыстай бастаса, ішім өртенбес пе? Түнде көзім ілінбейді. Жатсамда ой келеді. Мен бұрын кім едім? Ол үшін жалғыз, ең жақын адам едім. Енді ше? Кейде өз үйімде өзімді қонақ сезінем. Бір күні ұлыма тамақ дайындадым. Үстелге қойып, балам, кел, тамақ суып қалмай тұрғанда жеп ал дедім. Ал ол келініме қарап, тамақ жейміз бе деп сұрады. Келінім басын шайқаған соң, жоқ, кейін жеймін деді де басқа бөлмеге кетіп қалды. Мен үстелде жалғыз отырып қалдым. Шанышқым қолымнан түсіп кеткендей болды. Тамақтың дәмі жоқ, ыстық көзіме жас толады. Бірақ шығармаймын. Ананың жасы үнсіз ағады ғой. Мен бір нәрсені түсіндім. Балам өсті. Енді оның өз отбасы, өз тірлігі бар. Ол ер азамат. Ер адамның тірегі жары. Ол келінін сыйласа, оның сөзін тыңдаса, бұл жамандық емес. Бірақ менің жүрегім бәрібір сыздайды. Себебі, мен әлі баламды бала деп көремін. Ол мен үшін бұрынғыдай. Ал өмір оны басқаға сыйға берді. Жаңа отбасына. Бір күні өз-өзіммен отырып ұзақ ойландым. Мен ренжіп жүрмін, бірақ ұлым бақытты ма? Иә, бақытты сияқты. Келінім екеуі күліп сөйлеседі, бірге жоспар құрады. Болашақ туралы армандайды. Ендеше мен неге ауыртуым керек? Неге өз жүрегімнің жарасын соларға жапсыруым керек? Мен анамын. Ананың міндеті баласын уайымдату емес, қолдау. Мейлі тыңдамасын. Мейлі келінінің сөзі өтімді болсын. Бірақ менің жүрегім оған ашық күйінде қала бермек. Сол күннен бастап мен басқа жол таңдадым. Келініме, қызым, амансың ба, қалайсың деп жылы сөйлей бастадым. Тамақ жасасам, ұлымнан бұрын келініме ұсынам. Ал балам, ыстық кезде алып же. Бұрын маған суық көрінетін келінім де біртіндеп жібігендей болды. Анашым, көмектесейін, бірге істейік деп қол ұшын беретін болды. Ұлым да баяғыдай маған жақындай бастады. Кейде келіні екеуі келіп құшақтап, анашым, сіз бізге керексіз дейді. Сол сәт менің ішімде бір жарық пайда болады. Мен сонда түсіндім. Бала анадан алыстаған жоқ, тек орын кеңейді. Жүрек енді екеуін сыйдыруы керек. Күндер өтті. Бір кездері ішімде қыжыл болып тұрған сезім біртіндеп басылды. Өзіме өзім. Ұлым бақытты болса болды. Менің міндетім түсіну, көтеру, қолдау деген сөздерді қайталап жүретін болдым. Келінім де менің жылы қабағымды сезді білем. Бұрынғыдай алыстан қарап тартынып жүрмей, үйге еркін кіріп шыға бастады. Бірге тамақ істейміз, шай ішеміз, әңгіме айтамыз.
Бір күні ас бөлмеге екеуміз шай ішіп отырмыз. Келінім қолындағы кесе ыдысты жай ғана айналдырып қойып, анашым деді, сәл кідірді. Мен кейде сізден ұялам, қателік жасап қоймайын деп қымсынам. Сол сәт кеудем сығылып кеткендей болды. Мен ойланыппын ғой. Бұл қыз маған әдейі суық емес екен, тек жатсынған, өз орнын таппай жүрген. Мен де жымиып, қызым, әр келін алғаш келгенде босаңсығанша уақыт керек. Бәрі бірден болмайды. Мен де біреудің келіні болдым. Сыбырлап сөйлеп, аттап бассамда қарап қоятын үлкендер болды. Өмір солай үйретті. Сен де үйренесің. Біз бір-бірімізге дұшпан емеспіз ғой, а? Келінімнің көзіне жас толды. Рахмет анашым. Мен сізді ренжітіп алсам кешіріңіз. Сол сөз жүрегіме жылы тамшыдай тиді. Көптен бері айтылмаған ана сөзі ерекше естілді. Уақыт тағы өтті. Бір күні ұлым жұмыстан ерте келді. Үйде біртүрлі көңілді, біреуге сүйінші сұрағысы келген адамдай. Анашым дейді жарық жүзбен. Не болды жарық күнім? Біз сізге бір жаңалық айтамыз. Қарасам келінім есіктің алдында тұр. Жымиып төмен қарайды. Ұлым оның иығынан құшақтап, анашым, біз ата-ана боламыз. Дүние бір сәт тоқтап қалғандай болды. Өз аяғының астындағы жер қозғалып, жүрегім кеудеме симай кеткендей. Сол сәт менің көз алдымнан баламның сәби кезі бірақ өтті. Алғаш қадам, алғашқы сөз, мектепке апарған күн, ауырып түн ұйықтатпаған кездер. Бәрі оралды. Енді мен әже болам, менің ұлым әке болады. Көзімнен еріксіз жас ақты. Бұл бұрынғы реніштің, өкпенің емес, қуаныштың, мақтаныштың жас еді. Келініме барып құшақтадым. Қызым, аман есен болсын. Рахмет анашым, сіздің немереңіз. Ол да жылады. Біз ұзақ құшақтап тұрдық. Арадағы мұз толық ергендей. Айлар өтті. Келінімнің іші үлкейіп, жүрісі ауырлай бастады. Содан бастап мен оған барынша көмектесуге тырыстым. Таңертең шайын қойып берем, жеміс жидек турап берем, тоқыма тоқып, кішкентай өлшемді шұлық бешпен жасап қоямын. Кешке дәрігерге бірге барамыз. Ұлым жұмыста, ал мен келініммен қатар жүрмін. Бір күні дәрігердің есігіне шыққанда, келінім қолымды қысып, анашым, сіз жанымда болғаныңыз қандай жақсы. Мен жалғыз барам деп ойлағам. Мен күліп, қызым, әйел адамға бұл жол жалғыз жүруге емес, қолдауға арналған. Сен енді менің қызымсың. Келінім иығын маған сәл сүйек қойды. Екеуміз үнсіз ғана жүріп келеміз. Бірақ сол үнсіздіктің ішінде түсіністік, жылулық, ана мен қызға тән байланыс бар еді. 9 ай өтті. Бір таңертемен келінім толғағы ұстап ауруханаға кеттік. Ұлым қатты абыржулы. Мен іштен күбірлеп дұға оқып келем. Аурухананың дәлізінде сағаттай айналдым. 1 минут 1 сағатқа тең. Соңында есік ашылып, медбике жымиып шықты. Құттықтаймыз, ұл бала. Апа болдыңыз. Сол сәт жүрегім тоқтап қала жаздады. Ұлым жүгіріп келіп құшақтап, анашым. Біз екеуміз баладай жыладық. Келінімнің жанына кіргенде ол әлсіз жымиып, анашым, қараңыз, сіздің немереңіз. Қолына кішкентай оралған сәбиін әкеліп қойды. Мен қолым дірілдеп, бетіме жастым жылы тамшысы тамып жатқанын сезбей қалыппын. Міне, бәріне тұрған сәт осы ғой. Мен келінімнің қолынан ұстап, маңдайынан сүйіп, рахмет балам. Сен менің жүрегімді қайтадан нұрға толтырдың. Келінім сыбырлады. Сіз мені түсінген сайын. Мен сізге жақындай түстім. Мен жымиып, біз 3 адам емеспіз енді, біз бір отбасы. Қазір немерем тәп-тәтті. 2 қолын созып, әже деп жүгіріп келеді. Мен оны көтеріп, иіскегенде бүкіл дүние гүлдейді. Ұлым бұрынғыдай маған басын еді. Келінім мені шын құрметтейді. Мен ренішті жеңу үшін өз жүрегімді аштым. Соның арқасында жанұям жылынды. Енді үйімізде күлкі көп, шу көп. Бірақ сол шумен бірге мейірім де, жылулық та бар. Мен бұрын ұлымды өзіммен алыстап кетті деп ойлағанмын. Жоқ екен. Менің жүрегім кеңейген, ал балам сол жүректің ішінде қала берген.